Assalamu alaikum урматтуу YouTube көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, мекендештер жана биздин коңшулаш өлкөлөрдүн тургундары. Карап туруңуздар, сиздерге биз экран астында турган тайды, темир көк тайды көрсөтүп өтөбүз. Азыр бул тайды сиздер көргөн сайын ооруйсуздар, жеке маалыматтарын кошуп берген сайын дагы да ооруйсуздар. Да карап туруңуздар. Азыр жайынан токтосун, мен арты, алдын, кулактарын, баштарын, туяктарын бир көрсөткөндөн кийин кошумча маалыматты берип өтөм. Карап туруңуздар. Негизи бул Россиядан келиптир. Учурда 1 жаш 3 айлык. Туяктарды карап коюңуздар, тик. Туяктар жалпак эмес. Аркыңкы буттарда караңыздар. Таптаза туурабы, көрдүңүздөр. Россиядан келген деди. Бою 1,57 сантиметрди түзөт дейт. Азыр ээси бизде тарапка келет. Андан кийин жеке маалыматты берип өтсөк болот. О, келиң эми ага. Bu ээси сизби? Алейкум ассалам. Бу каяктан таап алдыңыз муну эми? Тайды 3 ай мурун Абакандан тайдар келген. Абакан. Ошо 20 тайдын арасынан көңүлгө туура келген жакшысын тандап чыкканбыз. Ушу көңүлгө туура келди. Ушул тай көңүлгө туура келген да. О, айтыңчы, бул эми кайери жакты, кайери жүрөккө чорт дедирте койду. Эми курстугунан, анан боюн карадым, сынын карадым. Бул 4 сандуу жылкы экен, а? Азыктары мына немелеринен караса деле көрүнөт да, күчтүү нерсе да. Күчтүү. Азыктары таза күчтүү. Мына көкүрөк колтуктары кенен, арттары да кенен экен, а? Чаттары, колтуктары, соорусу бардык жагы келишкен. О, желкелерди карап коюңуздар. Желке менен арткынкы сооруна көрдүңүздөр бирдей. Мындайча айтканда палван жылкы келет. Эми бул чоңойсо кандай улакка жарайт основной? Основной торпок улакка жарайт, аламан улакка жарайт. Торпок, аламан. Эми бул жанакы кажалыбыздырдай эле чоң болбосо керек, чуркап да кое берсе керек, а бул? Бутту жеңил да, энеси Орловский рысак, атасы полутяжды. Энеси Орловский рысак, атасы полутяж экен. Мындайча айтканда бул энеси Орлов болсо, булар жанагы чоңойгон сайын моюндары мондай ийилип, бийиктенип көкүрөк өсө баштайт, а? Мындайча айтканда баягы улакта көкүрөк бийик аттай болуп көрүнөт. Ошондой болот да, Кудайым буйруса. Азыр эми ушул тапта бою 1,57 сантиметр чыгып атса, эми 4 жаш, 5 жашына барып 1,75ке барат го, Кудайым буйруса. Буйрусын, жакшы жылкы болуп берсин. Жылкыда барака бар. Жылкыда мына Куранда 5 жерде айтылынган, 3 жеринде жылкыга ант ичилген. Сиздер да үйүңүздөргө жылкы байлаңыздар. Бул жылкы жаныбар биздин хадисте пайгамбарыбыз келтирет. Ээсине дайым ырызкы тилеп келет, туурабы? Өзүнө ырызкы тилесе, жарымын ээсине тилет дейт. Сөзсүз дейт. Жылкы бул инсанга эң жакын адам, жакын жаныбар. Мындайча айтканда, тили жок, канаты жок. Тили жок адам, канаты жок куш деп коет. Келиң саган бул эми канча деп жатасыз? Кайерине кызыгып, канчалык баа коюп жатасыз дегендей? Баасын 170 миң сурап атам. 170 миң сом. Өзүбүз эми менчик алганбыз, азыр кичине ситуацияга байланыштуу сатыш керек болуп атат. Сатайын деп жатасыз. Ошо жакын эле кылып эле 170 миң сом койдук баасын. Сүйлөшсө болобу WhatsApp'тан, телефондон? Сүйлөшөбүз, келишебиз, чечишебиз. Чечилбеген нерсе жок го. Буйруса. Сиздер чалыңыздар. Бу тай сиздерге насип кылсын. Буйруса, балким биз кийинки жылдардан, 2 жылдан кийин биздин улактардан угуп калаттырбыз, аты чыгып. Ана булагыбызга эми экран астындагы номерлерге бисмилла деп чалыңыздар, содаңыздар келишип кететтир балким. Анда эмесе бир бастырып коюң. Мол жак кара бастырыңчы, мол жак карап. Биз артынан көрсөтөлү. Негизи тайды чабып, чуркатып көрүшүнүн кереги жок, билесиздер. Тай азыркы вид. Чоңойгон сайын өзүңүздөр тарбиялап, келиштирип ала бересиздер. Азыр болгондо да сиздерге биз мүчө келбетин, жеке маалыматтарын берип өттүк. Мына кулактарды, моюндарды, алды артын, путтарды, колтук, көкүрөктөрдү көрдүңүздөр. Келишиптир. Чоң жылкы болот деди. Негизи көрүнүп турат. Бул азыр адреси Бишкектеги аэропортко жакынкы Дача суу айылындагы кандайдыр бир сарайда турат. Негизи так адрести ээсинен чалып сүйлөшсөңүздөр болот. Анда эмесе биз видеону жыйынтыктап атабыз. О, кезектеги айгырга өткөнчө бу мындай сарайга басып бара жатканда көрсөтүп коелу. Ооруп калбаңыздар.
Bu жылқы адамды оорутат го. Ох. Қоз жануар екен. Hazır bir айғыр шығат. Бұл айғырға дағы назар салып көріп тұрыңыздар. Балким сіздерге жағып, назарыңыздар түшіп қалаттыр. Hazır бір жақ алып шықсын, біз көрсетеміз. Üstü toğ eкен mi? Бұл туғандар кейінгі айғыр шықты. Мынау торы айғыр. Бұл да Түйір Россиядан күлік. Негізі күлікке чалып жүрген екен. Таза қанды английский жылқысы паспорты менен бұл. Түк теуі менен бүт бар, паспортта жазылған. Ата теги енелер бар. Ипподром да бар. Россияның немесіндечі. Россияның ипподромынан келді. Астраханский емеден келген, Астраханьдан келген. Астраханьдан келіп тұр. Паспортта енесі, атасы бүт, ата теги жазылып тұр. Бұл не мақсатта алынып келінді? Біз еме тұқымдық алып келдік. Урық алғаны. Урықтық алдыңыз бі? Бейлері қойдыңыз бі? Алдық қойдық. Мендей жыл көрөз да. Так, біз еме сыртқа шығар, ары бері бастырып, қошыншы малымат бері өсек болады. Көріңіздер, күлік жылқы чауылып жүрген. Россияда бейлерге да қойылып, производитель болып жүрген екен. Одын біздің қахармандай болып. Азырда біз сыртқа шығып тұрып, кененірек көрсетеміз. Ерді алғанда мына ушул айғыр болып қалады екен. Так, мұны Россиядан келген дедік, күлік дедік, английский чистокровный паспорты менен дедік. О көріп тұрасыздар. Эми жашына келейлі. Паспортында 2008 жыл туылған деп айтылып тұр. Демек 2008 жылға. Так, чистокровный дедіңіз. Келе беріңіз саға. Бойы қанша шығады бұл? Бейік қой білем сізден. Бойы 1.65 шығады, құдайым бұйырса. 1.65. 1.65, чоңкен. Bu beylерге қойылып бүтті. Кейінгі жыл туылау балдары? Құдайым бұйырса, кейінгі жыл бүт отауыз дәміз. Bu балдары кейінгі жыл полукровка болып туылады да? И күлік, и бұттарда жоғынырақ болып. Тазаған беге қойдық біреуі. Көрөз, тазаған біреу түш керек. Қандай беге қойдың сен, пародасы дегенде? Чистокровный английский беге қойдық. Охо. Өзіздің екі беге қойдық. Чүйдің бейсіне? Чүйдің бейсіне. Чистокровный английский бейден күлік туылады кен да. Атасы дағы чиста, енесі дағы чиста. Көрдіңіздер, біз емі күн тарап қотөйлі. Бұның бағасы бар бі? Бағасы $5.000 деп отауыз әм, сүлешөз? $5.000 деп отасы. Көрдіңіздер, $5.000 екен, сүйлесеңіздер болады. Экран астында номерлерге чалыңыздар. Жақсы айғыр екен. Мұнда жетқанда, сіздер бейлер болса, чындығында қолданыңыздар ағалар. Білесіздер, азыр бізде мұнда таза қандылық айғырларды қойсаңыздар, біздің бейлерден туылған құлындар барған сайын қандары көйіп, қаны тазаланып, бізден жақшы жылқылар шығышына себепші болады. Осындай қолданып қалыңыздар, бір алып келіптер. Бұл деле бұл ағауыздан сіздерге мұнда жетканда қызмат болады. $5.000. Анда месе біз видеоны жиынтадық, саламатта қалыңыздар. Комментарийге бұл таймен айғырды сындап, жақшы комментарийден қалдырып, класс басып, поддержка көріп кетіңіздер.